Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мұсылман бауырлар. Бүгін осы отырысымызда жәннат мәселесін қозғап кеткім келеді, бауырлар. Жәннатқа жеткізетін жол деп тақырып қойыпты жігіттер. Негізі жәннатқа жеткізетін жол емес, жолдар өзі. Бір ғана жол болмайды. Оған дәлел көп. Аллах табарака ва та'ала Құран-ы Каримде айтады: «Васари'у иля магфиратим мин раббикум ва джанна». Раббыларыңыз таманынан болған кешірім және жәннатқа асығыңдар. Ардуха ка ардис самаи вал ард. Оның кеңдігі Ардуха самауату вал ард. Аспандар менен жердің кеңдігіндей болады. Ені. Уиддат лил муттақин. Тақуа адамдар үшін дайындалған. Жәннат туралы көп айтылады халықта. Бүкіл адам сол жәннатты аңсаса керек. Әйгілі хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллах табарака ва та'ала Жебрейлге айтыпты: Жебрейл, мен жәннатты жараттым, барып көрші дейді. Жәннатқа барып көрсе, не деген нығметтер. Адамның көзі көрмеген, құлағы естімеген, тіпті көкейіне келмеген нәрселер екен. Содан келіп, я Аллахым, осындай нәрселерді көрдім дегенде, онда оның сыртын мен қиыншылықтар менен орап тастаймын деді. Сонда Жебрейл сол қиыншылықтарды көріп тұрып былай дейді: Ва иззатика ва джалалик. Аллахым, сенің құдіретің, сенің ұлылығыңмен ант етейін. Хашиту ан ла ядхулуха ахад. Бірде-бір адам оған кіремейтін шығар дейді. Жәннаттың жолы ауыр жол. Барлық жақсы нәрсе бұл дүниеде құрбандықты талап етеді ғой, білесіздер. Барлық жақсы нәрсе. Мысалы, ең қарапайым тамақ жеу үшін сол тамақты ақшасын табады, соның қолын жуады, дастархан дайындайды, отырады, оны пісіруі бар, басқасы бар. Бір кісі айтады ғой: бір тағамды 2 сағат, 3 сағат дайындайсың, оны қанша уақыт бойы табасың, 15 минутта шаруасын бітіресің дейді. Солай емес па? Қараңыз, сол 15 минуттық тағамның рахатына сіз бір күн жұмыс жасайсыз. Шаршап, шалдығып. Оны алып кеп жей салмайсыз. Оны пісіретін адамға бересіз. Ол тағамды дайындайды. Тұзын қосады, басқасын қосады. Уақыт алады ол да. Ол да өнер талап етеді. Сонан соң барып қана оны жейсіз. Бұл қарапайым нәрсе. Бұл өмірдің бәрі осылай орналасқан. Ешкім бұл дүниенің болсын, арғы дүниенің болсын, рахатына пейнетсіз жете алмайды. Өзбек халқында сөз бар: тауға шықпай донала қайда, маңдай терлемей жан алақай қайда дейді. Адамның рахаты маңдай терлемей болмайды. Барлық нәрсе құрбандық талап етілсе, жәннаттың да өзінің құрбандығы бар. Ол туралы айтылған сөздер көп. Жәннаттың кіретін жолдары көп. Соның ең үлкен бірінші жолы ол иман және таухид жолы.
имансыз бірде-бір адам жәннатқа кіре алмайды. Жәннаттың төбесінде ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп жазылған дейді. Осы калима адам өмірінің мәні. Пайғамбарымыз осы калиманы халыққа жеткізу үшін келдім дейді. Бір сөзінде кім осы калиманы айтса, осы кісі жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір хадистер келеді. Бір адам Аллахтың құзырына барып сауал жауапқа тартылыпты дейді. Жаман амалдарының көптігі сонша көзінің ұшына дейін жетеді екен қара парақтар. Көптігі да сол кісіден көзінің ұшына жейін жердің бәрі төселген қара парақ дейді. Алланың сұрауы тұр. Қолында бір ғана ақ парақ бар дейді. Ол ақ параққа ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деген жазу ғана бар дейді. Таразының алдына бара жатып әлгі адам қорқады екен. Мына қолымдағы тақтай бір-ақ ауыз сөзден тұрады. Күнім не болды екен депті. Таразыға амалдар қойылады. Таразының бір жағына толтырылып, аспан құшатындай қап-қара парақтар қойылды дейді. Екінші жағына бір парақ ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деген парақ қойылды дейді. Қалай сол парақ мизанның, таразының жанына түсті, екінші жағына. Әлгі басып таразыны езіп тұрған қара парақтар бытырап, шашылып түсті дейді. Бір калима, жүректен айтылған бір калима бұл. Алла тағала айтады Құранда: жаман амалды да, жақсы амалды да ағашқа теңейді. Жаман амал тамыры жоқ ағаш сияқты дейді. Қандай адамға үлкен ғаламат боп көрініп тұрғанымен, оның тамыры жоқ. Жақсы амал бейне ғаламат үлкен ағаш сияқты. Тамыры жердің астында тұр. Бұтақтары аспанның жоғарысына шығып тұр дейді. Осы аяттардың бір шетінде Алла тағала былай деп айтады. Алла тағала өзінің сүйген адамдарын мына дүниеде де, арғы дүниеде де, қияметте де өзінің көркем сөзіменен қуаттандырады дейді. Қуаттандырады. Пайғамбарымыздан қалған сөз бар ғой. Сөзіңнің ең соңы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадар Расулуллах болатын болса, Аллахқа серік қоспай өткен адам болса, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Бір дәрігер кісі айтады. Ұзағырақ бір үлкен, жасы үлкен бір жеңгеміз бар еді. Намазхан, жақсы кісі еді. Қатты қысылып, алдыма жедел жәрдем алып келді дейді. Алдыма келем дегенше жүрегі тоқтады. Содан жалма-жан арнайы бөлмеге алып кіріп, доқпенен
жүрегін өзіне келтіруге әрекет жасап жатырмыз. Жан жоқ дейді. Ақыры бір кездерде жүрек соқты. Жүрек соғу сол-ақ екен, көзін ашты да Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадыр Расулулла деп көзін жұмып, жүрегі тоқтады дейді. Ең соңғы сөзі осы сөз болды. Қайырлы сөз. Бұған көп адам жете алмайды. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтады. Алланы танымаған, дүниеде мен таныдым ғой деп бірақ күнәменен араласып басын көтере алмай жүрген адам өмірден өтер шағында қиналады дейді. Қатты қысылып, қиналып жан тапсырады. Қал қабірге барғанда одан екі періште кеп сұрайды дейді. Раббым кім деп. Сонда әлгі адам мына дүниеде айтып жүрдім ғой, айтайыншы деп тілі келмейді дейді. Өйткені бұл дүниеде ол кісі жүрегінен айтқан емес ол сөзді. Сонда қараңызшы, әлгі дәрігер кісі айтады. Адам өмірден озып жатыр, қаншауын көрдік. Өкпесі сырылдап келіп жан тапсырады. Бірақ мынадай уақиға менің жүрегімді сілкінтіп кетті. Содан ағамызға бардым дейді, үйіне. Ағамызға барып, жеңгем қандай еді деп көңіл айтып, сұрадым дейді қал жағдайын. Сөйтсем, жақсы еді, о кісі намазхан еді. Бірақ бір керемет ісі бар еді оның. 30 жылдың үстінде уақыт өтті. Түнгі намазын ешқашан тастаған емес депті. 30 жыл. Түнгі намазын бір түнде тастаған емес депті. Жүрегі үзіліп кетті о кісінің бірінші. Айта алмай кетті калиманы. Бірақ Алла Құдай себеп қылып, бір сәтке жанын қайтарып, өзінің калимасын айтқыздырды. Қандай бақыт десеңізші. Алла Тағала өзінің сүйген пенделеріне қуат береді. Осы қуаттардың бірі, мысал келтіріп айтқым келеді. Мына дүниеде адам баласы білім алар, білім алмас. Бірақ шын Алла деген адам қуат табады сол бір сөздерден. Өзбекстанда жүрген кезімде бір кісі айтып береді. Диқаншы кісі, қарапайым диқаншы кісі. Мен оқымағанмын дейді. Осы 8 жылдық өкіметтің оқуын оқып, 8 жылдан кейін кетіп қалдым дейді. Әкем науқастанды, ой, сен оқып не қыласың дегесін, сол кісінің кетпенін қолдан алдым дейді. Содан екеуміз бірге жұмыс істеп, әкем дүниеден өтті, өзім бала шағалы болдым. Бірақ Құдайдың бергені ма, көршім бір профессор кісі болды дейді. Ой, сондай университетте сабақ беретін атақты ғалым кісі. Бірақ Құдайды танымайтын. Енді жақсы кісі ғой деп бұл кісі мені қонаққа шақырды, өзінің жақсы көретін адамдарын алып келді. Кілең оқыған адамдар дейді. Менің анау сақал қойып, басыма тақия киіп отырғанымды көріп, осы көп адам Құдайға сене береді. Негізі Құдай жоқ қой өзі. Ол былай деп әрқайсысы ғылыми сөздер айтып жатыр дейді. Енді олардың айтып атқан сөздерін бірін түсінсем, бірін түсінбеймін дейді. Ғылыми терминдар. Ол мынандай теория бар, мынандай деген нәрсе бар. Ол былай деп химияға кіріп атыр, біреу физикаға кіріп атыр. Мен әркімнің аузына бір қарап жаутаңдаумен болдым.
Жүрегім жанып баратыр дейді исламды жамандағанына. Бірақ мен ғалым емеспін ғой оларға тоқтатып тұрып ғылыми жауап беретін. Бүкіл барлығы бола бергенде мен айттым дейді, кешіріңіздер. Сіздер айтып болсаңыздар, мен айтайын енді. Рұқсат болса. Иә. Мына сіздер бар ғой, исламды дұрыс түсінбепсіздер. Өйткені ислам деген бұл үлкен бір бау. Диқаншы ғой өзі, сол жердің жанында жүрген адам ғой. Ислам деген үлкен бір бақша, бау. Сол бақшаның да есіктері, тесіктері болады. Сендер сол тесіктерден кірген шығарсыңдар. Бақшада сондай ит, құс кіретін тесіктер болады. Сол тесіктен кірсең, ит, құс өтіп баратқанда жүнін тастап, өзінің тезегін тастап, дәрет сындырып кеткесін сасық болады. Сол жерден кірген адам мынау бақша сасып кеткен екен деп ойлайды. Негізі есігінен кірсеңдерші дедім дейді. Ана кісілердің біреуі де сөйлей алмай қалды дейді. Алла өзінің сүйген адамын мына дүниеде де, ақыретте де өзінің сөзіменен қуаттандырады дейді. Жәннатқа кіретін жолдар көп. Соның біреуі иман десек, бауырлар, иман жалғыз Аллахқа болу керек. Аллахқа ғана барлық нәрсені, амалдарымызды арнауымыз керек. Аллахқа серік қосу ең үлкен күнә. Астағфиралла, Алла Құдай айтады, барлық күнәларды кешемін, тек серік қосқанды кешпеймін дейді. Енді ғалымдарымыз айтады, кешпеймін деген сөзі өте ауыр сөз. Дегенменен егер бір адам осы тірі жүрген кезінде есін жинап тәубеге келсе, Алла Құдай оны да кешеді дейді. Бауырлар, жәннатқа кіргізетін жолдар көп. Олардың әрқайсысына бір сағаттан тоқталсақ, шамаменен 35-40 сабақ болады екен. Есептеп көрсем. Сонан соң жеткізе алмағаннан кейін сіздерге барынша қысып, барынша жинап айтып жатқаным ғой. Басқа біреудің айтқанын айтесіз. Пайғамбардың өз аузынан естігендей болмайсыз ғой. Пайғамбарымыз қандай амалдар жәннатқа кіреді деп пайғамбарымыздан сұраған адамдар. Ол хадистердің барлығында тізіп айтып беру мына уақытта мүмкін емес шығар. Бірақ сіздерге оңайлау дегенім, жеңілдеу деген амалдарды пайғамбардың сөзіменен оқып бергім келіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай депті: "Ман лақияллаха ла юшрику бихи шай'a дахалал джанна". Имам Бұхариде келеді хадис. Кімде-кім Аллаға серік қоспай, Аллаға жолықса, яғни дүниеден өтсе, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман амана биллахи ва расулихи ва ақама салата ва сама рамадана ва кана хаққан аля Аллахи ан ядхулухул джанна". Кімде-кім Аллахқа және оның пайғамбарына иман келтірсе, Рамазанды тұтса, Алла тағала оны жәннатқа кіргізу өзінің мойнына міндет етеді дейді. Бұхарида келеді бұл да. Пайғамбарымыз айтады: "Ман бана масджидан ябтағи бихи ваджхаллахи буния лаху мислаху фил джанна". Кімде-кім Аллахтың жүзін деп мешіт салатын болса, жәннатта дәл сондай ғимарат оған тұрғызылады дейді. Тағы да бір хадисінде айтады пайғамбарымыз: "Ман саллал бардани ау бардайни дахалал джанна". Кімде-кім
екі салқын намазды оқыса жәннатқа кіреді дейді. Қай уақытта салқын болады? Таңда салқын болады. Қай уақытта салқын болады? Кеште салқын болады. Таңғы намазбен кешкі намаздың сауабын айтып жатыр пайғамбарымыз. Әлбетте жалғыз емес, жамағатпен оқу туралы айтып жатыр. Ал қазір көп адамдар мешітке кіруден, мешітке келіп жамағатпен оқудан уақытын қимайды. Пайғамбарымыз таң намазын және кешкі намазды оқыған адамға жәннат деп отыр. Мән ғада илал масджиди ва раха лаху ва ғада а'адда лаху назлаху минал джаннати куллама ғада ва раха дейді. Кім таңертең және кешке жақын мешітке баратын болса, Алла тағала ол кісіге әр барған, әр қайтқан жолындай жәннатта жол дайындайды дейді. Сол үшін бұрын бабаларымыз жаяу жүретін мешітке. Көбірақ жүрейін. Сонша қанша километр жүрсем, сонша километр жәннаттан орын болады. Ман ядмуну ли ма байна лихяйхи ва ма байна риджлайхи адмуну лахул джанна. Кімде кім маған дейді пайғамбарымыз, екі жағы мен екі аяғының арасындағыға кепілдік берсе, мен оған жәннатты кепіл болам дейді. Ман салла сната ашарата раката фил яуми ва лайла буния лаху бихинна байтун фил джанна. Кімде кім бір күннің ішінде 12 ракағат намаз оқыса, сүннет намаздарын айтып жатыр. 12 ракағат намаз оқыса, оған жәннатта үй тұрғызылады дейді. Кейбір бауырларымыз бар. Сүннетті үйде оқу керек дейді да, мешітке келіп оқымайды. Себебі пайғамбарымыз үйлеріңді қабір қылмаңдар деген сөздері бар деп сылтау айтады. Сонда үйде де сүннеттен басқа намаз оқуға болмай ма сонда? Нәфіл намаздар ше. Нәфіл намазды қанша оқысаңыз да өзіңіз білмейсіз ба? Жоқ, сүннет деп қатып тұрып алады. Сүннет намазды сөйтіп өздері оқымайды көпшілігі. Мысалы, мына үлкен қала. Бұған мешітке келіп кетуге уақытты зорға табасыз. Сөйтеді де сүннетін оқымай мешіттен шығып кетеді, үйге барып оқимын деп. Ол оқымайды ол. Сол үй жұмысымен кетеді, арылып. Тағы мен үйде оқимын деп өзінше мықты сөздер айтады. Үйде көп қой оқитын намазыңыз. Қанша оқимын десеңіз де қолыңыздан ешкім тартпайды. Пайғамбардың ол хадисі соны білдіріп тұрған жоқ па? Үйіңде де тоқтамай намаз оқы деп. Мән сәләка тариқан елтәмису фихи илман сәхәлаллаху лаху бихи тариқан иләл джанна. Кімде кім білім іздеп жолға шықса, Алла тағала ол кісіге жәннаттың жолын жеңілетеді дейді. Мән қала мисла ма яқулул муаззину мин қалбихи дахалал джанна. Кімде кім азаншы айтып жатқан сөзді жүрегінен айтатын болса, жәннатқа кіреді дейді. Қарапайым нәрсе, е? Азаншы азан айтып отқанда біз сөйлесіп отырамыз. Азаншы азан айтып отқанда біз телефон шұқып отырамыз. Ал жәннатқа кіретін жол тұр сол жерде. Жүрегіңізден сол азанды естіп, азаншы қалай айтса, дәл солай сөзбе сөз қайталап жауап айтып отсаңыз, жәннатқа кіресіз. Ма мин ахадин ятавадда фаяхсунул вуду ва юсалли рак'атайни яқбалу биқалбихи ва ваджхихи алейхима илля ваджабат лахул джанна. Кімде кім
дәрет алса, және оны көркем етіп алса, сөйтіп жүзіменен, жүрегіменен Аллаға жүзденсе, жәннат оған уәжіп болады дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Ман қала радиту биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набия ва расула ваджабат лахул джанна". Абу Даудта келеді бұл хадис. Кімде-кім Алланы өзімнің Раббым деп риза болдым, исламды өзімнің дінім деп риза болдым, Мұхаммедті өзімнің пайғамбарым деп риза болдым десе, оған жәннат уәжіп дейді. "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал джанна". Абу Даудте келеді бұл хадис, мутаватир хадис. Кімде-кімнің сөзі, ең соңғы сөзі ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулаллах болса, жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Ман мата ва хуа бариун мин салас". Кімде-кім үш нәрседен пәк болып дүниеден өтсе, дахалал джанна, жәннатқа кіреді. Ол үш нәрсе: біріншісі тәкаппарлық, екіншісі арам мал табу, алдап, арбап мал табу, үшіншісі қарыз. Мойныңызда қарыз болмай, кісінің ақысын жемей, тәкаппарланбай дүниеден өтсеңіз, жәннатқа кіресіз. Көп адамдар бар, қарыз алуды біледі, қайтаруды білмейді. Мойнына көтеріп жүре береді. Білсін сол адам, сол қарызын төлемей ол кісі жәннатқа кірмейді. Тіпті қандай сауап амал жасаса да. "Ман ала ала жаратайни дахалат ана ва хуал джанна". Кімде-кім екі қыз баланы бой жеткізіп, балағат жасына шейін тәрбиелесе, мен және ол екеуміз жәннатта бірге боламыз дейді. Қыз бала бағу қиын. Бір күні пайғамбарымыз айтты дейді: "Кімнің үш қызы болса, соны балағатқа шейін жеткізіп, тәрбиелеп, аман есен ұзатса, ол кісі жәннати деді" дейді. Бір кісінің екі қызы бар еді. "Я Расулалла, менің екі қызым бар" десе, пайғамбарымыз: "Екі қызы бар да" деді дейді. Сөйтсе, біреудің жалғыз қызы бар екен. "Менің бір қызым бар, бір қызы бар ше, жәннатқа кіре ма" дейді. Пайғамбарымыз теріс бұрылады. Екінші жағынан келеді: "Бір қызы бар ше" дейді. Тағы да бұрылады. Тағы да айналып келіп: "Я Расулалла, бір қызы бар ше" дейді. Пайғамбарымыз: "Бір қызы бар да жәннатқа кіреді" дейді. "Ман саалаллаха аль-джанната ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة". Кімде-кім, мен кеше бір имамның жәннат сұрап атқанын естідім да, бірақ екі-ақ рет сұрап қалды. Пайғамбарымыз айтады: "Кімде-кім үш рет Аллахым мені жәннатты нәсіп ет, немесе маған жәннатты, мені жәннатқа кіргіз" деп үш рет айтатын болса, жәннат айтады екен Аллаға: "Я Аллахым, мынаны жәннатқа кіргіз" деп. Үш рет айтыңыздар, жәннат сұрасаңыздар. Пайғамбарымыз айтады: "Ман ада маридан ва зара ахан лаху филлахи надаху мунадин
ан тибта ва таба мамшак ва табаввата минал джаннати манзила. Егер кім науқастанған адамды, немесе науқас емес, жай өзінің дін бауырын зиярат етсе, жай көңілін сұрап барды, ауырмаса да көңілін сұрап барса, бір періште келіп дауыстайды екен: қош болдым, және әрбір табаның қош болсын, жақсылық болсын. وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا, және жәннаттан орның болсын дейді екен. Періште